Әдебиеттік оқу сабағын бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы қуаныш сыйлау да бақыт. Бүгінгі сабақта сенің білетінің мамандық түрлері, оқу түрлерін қолдану. Сенің меңгеретінің шығарманың мазмұнын өзгертіп оқу, мазмұндау автордың негізгі ойын, өлеңнен деректер келтіріп дәлелдеу. Және өз бетіңше сын тұрғысынан бағалау. Бүгінгі сабағымызды аялдама әдісі арқылы жүргіземіз. Әр аялдамада тапсырмалар орындаймыз. Орындап көр аялдамасы. Үлгі бойынша етістіктерді өзгертіп айтып көр. Мен өсермін, сен өсерсің, ол өсер. Балалар, ары қарай жалғастырамыз. Жарайсың, жауабың дұрыс болды деп ойлаймын. Келесі аялдама тапсырмасы. Етістіктерді пайдаланып, өз қиялыңдағы мамандық туралы эссе жаз. Қаламгермен таныс болайық. Фариза Оңғарсынова ақын, журналист, мемлекет және қоғам қайраткері. Бүгінгі сабақта Фариза Оңғарсынованың құштарлық өлеңімен танысамыз. Мұқият тыңдайық. Түсініп оқы. Корабльді басқарып, көк жүзіне самғармын. Канал қазып, тас жарып, мұхиттарды жалғармын. Таңдандырар бар елді, ғажап үйлер салармын. Жасартатын әжемді дәріні ойлап табармын. Мұзды жарып зырлайтын, кемемен жол асармын. Бұзылмайтын, сынбайтын, ойыншықтар жасармын. Ертегінің сарайын жер астынан табармын. Жұлдыздардың талайын қолыма алып санармын. Атам айтты, қарағым, айың тусын оңыңнан. Ал білімсіз баланың түк келмейді қолынан. Айың тусын оңыңнан, өмірде жолың ашық болсын деген мағынада айтылады екен. Балалар, есімізде сақтап аламыз. Келесі аялдама тапсырмасы ойлан, зертте, өлеңді мазмұнда. Бірінші тапсырма. Өлеңдегі кейіпкерлердің арманын оқы. Екінші, ертегінің сарайын қай маман іздейді? Үшінші, өлеңді мазмұнда. Төртінші, өлеңдегі негізгі ойды білдіретін шумақты тауып оқы. Білім не үшін керек? Дәптерге топтастырып жаз. Балалар, осы берілген тапсырмаларды сабақ барысында орындаймыз. Барлық тапсырмаларға, сұрақтарға мұқият жауап беріп орындайтын боламыз. Келесі аялдама тапсырмасы мақал мәтелдерді сәйкестендір. Жарайсыңдар балалар. Келесі аялдама дәлелде тапсырмасы. Атасы айтқан білімсіз баланың не істегені дұрыс? Үнемі оқу, тыңдау, ұмтылу, үйрену, еңбектену, өз күшіне сену. Ойыңды дәлелде. Ойланып жауап бер. Жұлдыздардың талайын
қолыма алып санармын деген баланың қиялы іске асуы мүмкін бе? Дәлел келтіріп, себебін түсіндір. Жарайсыңдар балалар, бүгінгі тақырып бойынша маған кері байланысты хатпен жолдаңдар.